Zombie apocalypse. Сәлем достар, сіздермен бірге Дулат, және біздің бүгінгі видеоролигімізде мен сіздерге "Сүйем сені" атты өлеңге разбор жасаймын. Яғни бұл Понти Жорабековтың әні, Қазақстан бойынша ең бірінші орын деп айтпай-ақ қояйын, ең танымал өлеңдердің бірі. Көбісі оны таниды, біледі, сұрайды, білмейді. Сондықтан осы өлеңге разбор жасаймын деп шештім. Ал енді сіздерге разбор бастамас бұрын сіздерге орындап берейін. Жаулап алдың, жанымды жараладың, сен іздеумен бақтарды араладың, жолықтырдың, сыңарулы бір аруды сүйе тұра, жаныңа бара алмадым, тыныштық бір өтінем, жүрегіме сендей маған біреу бақ тіледі ме, сүйгенді сүйе білу қиын бекен, құлақ салшы жарқынның тілегіне. Сүйем сені, басқаны таңдамашы, жүрек гүлді өтінем алдамашы. Сүйем сені, барадым мен сені, өзгелерден қызғанамын. Сүйем сені, сүюге қаншама рет жанымды жараладың, маған бақ боп бұйырмасын біле тұра, басқа жанға кеткеніңді қаламадым. Ғашық болдым, алғашқы рет сүйіп едім, басқа мені кеткеніңе күйенемін, бәк жүректі қорламашы өтінемін, сені бұлай сүйгеніме өкінемін. Түсінбеймін махаббаттың заңдарын, басқа жанға жүрегіңді арнадың. Және де әрі қарай сіздерге толық орындап бере алмадым, себебі бұл мен бұрын да тыңдаған өлең, яғни бұрын да естіген өлең, бұрын да есте қалған өлең. Сол үшін текстін онша қатты біле қоймаймын, және де кейбір сөздерден қателестім. Сол үшін мені заран кешірім сұраймын сіздерден, мені кешіріңіздер. Ал енді разборымызға бастайық. Бұл жақта 4 аккорд, оп оңай, без бары, тек F-тен басқа. Ең бірінші аккорд AM, F бірінші лад, верхняя посадка, DM және E. Жаулап алдың, жанымды жараладың, сен іздеумен бақтарды араладың, жолықтырдың, сыңарулы бір аруды сүйе тұра, жаныңа бара алмадым, тыныштық бер өтінем. Және де осылай. Бұл жақта ешқандай мысалы бірінші куплет, екінші куплет қайырмасында еш жерінде өзгермейді. Дәл осы аккордтармен, дәл осы қалыпта ойналынады. Тарту өлеңді 3 боймен тартуға болады. Ол восьмерка, шестерка және восьмерканың бір түрі деп айта берейін. Ең бірінші сіздерге барлық видеода көрсететін восьмерканы көрсетіп жіберейін. Восьмерка бізде бұлай тартылады. Менімен қайталаңыздар, әсте. Ал енді тез істедіңіз. Не тот сөзді алғым. Басқа мені кеткеніңе күйінемін, бәк жүректі қорламашы өтінемін, сені бұлай сүйгеніме өкінемін. Түсінбеймін
басқа жанға жүрегіңді арнадың. Осылай. Енді шестерка бар, ең оңай. Ғашық болдым, алғашқы рет сүйіп едім, басқа менен кеткеніңе күйінемін. Пәк жүректі қорламашы өтінемін, сені бұлай сүйгеніме өкінемін. Түсінбеймін махаббаттың заңдарын, басқа жанға жүрегіңді арнадың. Және осылай. Кейбір сөздерден шатасып жатырмын, мен кешіріңіздер, тағы кешірім сұраймын сіздерден. Себеп сағат түнгі 2, мен өмірі сағат түнгі 2-3-терде видео түсірем. Сол үшін шаршаулы болам, ойымды нақты жеткізе алмайтын кездерім де болады, жеткізе алмауым да мүмкін. Сол үшін мен кешіріңіздер. Енді шестерканы көрсетейін. Шестерка менің ойымша ең оңай бой, оны былай тартамыз. Астыға хлопок, үстіге, хлопок, үстіге. Мен қайталаңыздар, әсте. Ал енді тез. Ал енді үшінші бой, восьмеркаға ұқсас, ол бойды қалай көрсетсем екен? Бұл негізі сіздерге қалай түсіндірсем екен ол бойды? Негізі ол бой бұлай тартылады негізі. Бірақ мен кейде білмеймін неге, мысалы болады ғой, бой өлеңге сәйкес келмей қалады. Сондай кездерде мысалы мен осы бойды соңғы жақтарын білмеймін қалай, әйтеуір өзім қалай айтсам екен, слухыммен өзгертіп жіберетін кездерім де болады. Мысалы міне бұл негізі өзіндік бой, ал мен тартып жіберетін. Яғни мен соңында дегеннің орнына мен жай бір удармен, яғни бір қағыспен ойнап жіберем. Ал енді мына бой мен тартқан қараңыздар. Жалап алдың, жанымды жараладың, сен іздеумен ақтарды араладың, жолықтырдың, ең арулы бір аруды сүйе тұра, жаныма бара алмадың, тыныштық берудің жүрегіме. Әне көрдіңіздер ғой, кейде бір удармен не істеймін, бір қағызбен, ал кейде бұлай астыға үстіге істеймін. Бірақ бұның бәрін өздеріңіз істей аласыздар. Ал достар, енді осымен разборымыз бітті. Егер де осы видео сізге көмегін тигізсе, сізге қызықты болса, немесе үйренсеңіз, то осы видеоның астына коммент қалдырып, келесі қандай өлеңдер разбор жасайын, және лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Дулат.